үлкен ақша ұстаған кезің болды. Өміріңде бір рет болсын күш ұстадың. Ол 1 миллион, 5 миллион, 10 миллион болуы мүмкін. Сол кезде сенің миыңа келесі ой келетін болса, мынау ақша бар кезде бір нәрсе алып қойайық, жер алып қойайық, үй алып қойайық, тағы да бір нәрсе алып қойайық, ақшаның басы құртылып кетпей тұрып деген ой келсе, онда бұл сигнал, яғни бұл көрген нәтиже, ол постоянно емес, мәңгілік емес. Ол бір рет каким-то случайным образом болып қалды, и оны сен қайталауға күмәнің бар, тура сондай нәтиже көрсетуге. Бұл сигнал келген кезде ең абзал болып табылатын нәрсе бұл білім алу. Ол ақшаны жоғалтып, құртып, өзің білмейтін нәрсеге салып, ана біреудің айтқаны бойынша. Бәрі ақылды ғой. Сәл ақшаң пайда бар болса, барлығы ақыл айта бастайды. Бұлай жаса деп. Сондай ақылды болсаң, неғып өзің жасамайсың дегенде сұрақ туындайды да. Яғни білімге салу. Өзіңнің біліктілігіңді арттыруға. Ол маңызды емес. Бизнес білім ба, өзің бір нәрсенің маманысың ба, әншісің ба, бишісің ба, даже без разница. Сол өзіңнің біліктілігіңді арттыру арқылы анау ақшаны қалай дұрыс жұмсау туралы білім пайда болған кезде нәтиже болады. Және сол результатты тоқтамай тұрып, күш ұстағанды күнде күш ұстайтын деңгейге де жеткізіп автоматтандырсаң болады.